Тәуелдік жалғау, жекеше түрі. Притяжательное окончание единственного числа, в единственном числе. Тәуелдік жалғау белгілі бір нәрсенің белгілі бір адамға тәуелді екенін, сол адамдікі екенін білдіреді. Притяжательное окончание обозначает принадлежность чего-то именно собственности к человеку. Например, мой друг, моя книга, моя ручка и так далее. Тәуелдік жалғау үш жақта қолданылады. Бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ. Бірінші жақтың жалғаулары ым, м. Екінші жақтың жалғаулары ың, ң. Екінші жақтың сыпайы түрі ыңыз, іңіз, ңыз, ңіз. Үшінші жақ с, Мысал келтіретін болсақ, бірінші жақта дос сөзін алатын болсақ, досым, яғни менің досым. Тәуелдік жалғауында есімдіктерді қасына тәуелділігін білдіру үшін есімдіктерді қолданамыз. Менің досым, мой друг, менің, мой, дос, друг, менің досым. Екінші жақта сенің досың, твой друг. Сыпайы түрі уважительный, сіздің досыңыз, ваш друг. Үшінші жақ его, оның досы, его друг.